Всем привет! Бүгін сіздермен мен Гүлсезім және де ән жылыс каналы. Достар, біз өте көп уақыт жоғалып кеттік және де ол үшін сіздерден кешірім сұраймыз. Бірақ көп уақыт жоғалғанымыздың себебін біз сіздерге кейінірек бәріміз жиналып бір видео түсіріп сол жақта айтатын боламыз. Ал менің бүгінгі видеом өте керемет болмақ, себебі ол болашақ мамандыққа, болашағымызға деген өте керемет болады, өте керемет пайдасы тиеді деген ойдамын. Және де ең бірінші айтатын ол ЕНТ, роботтар. Достар, мен мотиватор емес. Осындай форматтағы видеоларды өте көп шығарайық па, шығармайық па, сол туралы айта кетсеңіздер, комментарийға жазыңыздар. Кеттік. Достар, соны менің бүгінгі біздің ОБТ дегеніміз ол ұлттық бірыңғай тестілеу болып табылады. Оның ішінде 5 пән болады. 3 негізгі пән: Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы, математикалық сауаттылық. Және 2 таңдау пәніңіз. Менің таңдап отырған пәнім физика және математика. Физика және математика деп отырғанымыз қандай мамандықтар бар? Соған тоқталайық. Физика, математика дегенде сіздердің ойларыңызға балдардың мамандығы түсуі мүмкін. Механика, строительство или еще что-то там. Техникаға байланысты көптеген заттар ойларыңызға түсуі мүмкін. Бірақ оның ішінде де, сол салалардың ішінде қыздарға да жұмыс таба алады. Яғни ол өте қиын жұмыстар, қыздар үшін әрине есептеу, тағы да басқа заттары да бар. Мен соның ішінде бұйырса, Алла бұйырса, тілегімді қабылдаса, инженер-строитель түсейін деп жатырмын. Ол архитектураға байланысты бар. Архитектураға не үшін түскім келмеді? Себебі онда тек екі шығармашылық таңдайсыз. Шығармашылық деп отырғанымыз ол 2 пән, біреуі тарих, біреуі оқу сауаттылығы. Бірақ мен архитектураның өзінде тек сурет салып сөйтіп бересіз. Ал инженердің өзінде строительге байланысты, яғни сіздер өлшемдерді жүргізесіз, сондай қызықты да. Сол үшін мен соны таңдадым. Немесе инженердің бір саласына түскім келеді, себебі ол менің арманым. Түсіп кетемін. Солай, бірақ оған өте жоғары балл керек, себебі физика дегеніміз ол өте керемет пәндердің бірі болып табылады, қиын пәннің болып табылады. Достар, менің түріме қазір мән бермеңіздер, себебі мен қазір өзім үйде отырмын және де дайындалып отырған едім. Осындай видео түсіргім келіп кетті. Солай, енді дегеніміз осы, ОБТ-ның 5 пәні дегеніміз осы болып табылады. Ал ендігі кезекте сіздерге менің айтатын, яғни мұғалімдердің де айтқан маған қалай айтсақ болады, советтері, өздерімен бөліскен, қалай болу керек, не істеу керек алғашқы рет, соның бәрін қазір сіздерге айтамын. Достар, бірінші ретте сіздерге өтініш айтайын, жазылып кетіңіздер, және де осы видеоға лайк бассаңыздар өте жақсы болар еді. Бізге кішкене мотивация жетпей жүр. Мотивация дегенде бізде қалай айтсақ, құлшыныс жоқ, мүлдем жүрге. Сол үшін кішкене құлшындырып жүрсеңіздер. Достар, менің ең бірінші беретін сіздерге кеңесім. Бірінші кеңес: жазып алып, түртіп алып, немесе тағы басқа заттарға түртіп алыңыздар, білмеймін. Менің ең алғаш беретін кеңесім ол сіздерге сасқалақтамау керек. Өз-өздеріңізге сеніңіздер. Өз-өздеріңізге сенсеңіздер, алда боласыздар. Сіздерге айтатыным, өздеріңізге сеніңіздер. Осыны жаттап алыңыздар. Мен өзіме сенемін. Одан басқа сөз білмеңіздер. Себебі ОБТ кезінде сіздердің достарыңыз, апайларыңыз, немесе тағы басқа адамдар сіздердің қасыңызда отырмайды. Не себепті? Себебі ОБТ ол сіздің өзіңіздің мына жерде тұрған біліміңізді компьютерге қою болып табылады. Бізде енді осы жылы 11 класстарға, яғни олар жаңа форматта өтпейтін болғаннан кейін олар парақша түрінде алады. Көктемгіде. Ал жазғыда болатын болса, жазғыда олар компьютермен істейтін болады. Ал біз 3 ОБТ-ны да, 3 па 4 ОБТ-ны да компьютермен тапсыратын боламыз. Ал ендігі айтатыным, сіздерге тағы бір кеңесім. Өздеріңізге сеніңіздер деп айттым ғой. Екінші кеңес: қазіргі уақыттан бастап 10-шы сыныптар, өзімен жасты құрдастарым, немесе 10-11-ге қалушылар, түлектер, сіздерге айтатын бір өте керемет кеңесім бар. Әрине оны бәрі білуі мүмкін, немесе әркім білмеуі мүмкін. Достарыңызға ермеңіздер. Егер дайындалғыларыңыз келсе, өздеріңіз мектепке келіп апайдан қосымша сұрап алып, немесе басқа заттарда дайындалыңыздар. Біздің мектепте дайындайды өздері апайлар. Не үшін? Себебі олар дайындайды, білмеймін не үшін екен. Дайындайды. Біз сұрағаннан кейін олар дайындайды. Тек білімділерді ғана дайындайды деп айта алмаймыз, себебі оқығысы келгендерді шақырады, кім келеді, соны дайындайды. Ал кім келмейді, солар жүре береді. Бірақ келгендердің өзінде де албай-шалбай болып жүретіндері өте көп болып табылады. Және оларға еріп, соларға ермеулеріңізді сұраймын. Әрине біздің класста ондайлар аз, және біз оларды өзімізге қарай тартамыз. Біздің сыныпта негізі ондайлар шынымен де аз.
негізі шынымен де аз. Ал егер сіз өзіңіз оқитын болсаңыз, мектеп осы кешеден бастап заң шықты, мектеп ұбт-ға мүлдем қатыспайды, олардың қатысы жоқ, тек сабақтарын өткізсе болды деген сияқты көптеген заңдар шықты. Және осыған байланысты сіздердің мұғалімдеріңіз дайындалмауы мүмкін. Тек 10 классқа келген кезде, тақалған кезде бір екі рет дайындап қоя салуы мүмкін. Бірақ ол болмайды, себебі 10 класстан бастап 10 класс қыдыратын, көңіл көтеретін кез деп ойлайтын болсаңыздар, олай емес. Қазір уже 3-ші тоқсан бітеді. Сол сияқты қазірден бастап байқау сынақтарын тауып, сатып алып, интернеттен қарап, әйтеуір бір жерден болсын дайындалыңыздар. Ешқашан ешкімге ермеңіздер. Болды. Бұл өзіңе сенің ары қарай жалғасы. Өзіңе сен, ешкімге сенбе, ешкімге ерме, көңіл көтермей қой әзірше. Себебі 10 класс бітіргеннен кейін универге барасыз, сессияға дейін көп көңіл көтересіз. Сессиядан уже басталған кезде сіздердің сессияларыңыз ұбт-дан да қиын болуы мүмкін. Себебі ұбт оның қасында ойыншық болып қалады. Бұл менің кеңесім сіздерге айтамын. Мен әлі универ оқымай кешіріңіздер, бірақ 10 класс оқығанмен мен қазір көптеген универде оқитындар 10 класстардан сондай кеңестер сұрап отырмын. Қашаннан бастап оқыған дұрыс, қазір неге біз көңіл көтермейміз, неге біз 10 класспыз ғой деген сияқтының бәрін сұрақ қойған жинастыр. Бол оқы деді. Не үшін қалдың деді. Сіздер 4 миллиондап, әр жыл сайын 4 миллиондап, 5 миллиондап, немесе одан да көп ақша құртқанша, оданша грантқа түскендеріңіз артық. Сондықтан да өздеріңізді сеніп, ешкімге ермеңіздер. Бұл екіншісі. Біріншісін айттым, екіншісін айттым. Үшіншісі ол сіздерге айтатыным. Нақты қазірден бастап, 10 өмірге қалатын болсаңыздар, немесе 10 оқитын болсаңыздар, тездетіп өздеріңіздің мамандықтарыңызды сайлап алыңыздар. Себебі ертең қиналып қалуларыңыз мүмкін. Және де ертең болашақ өздеріңіздің жарларыңызды, өздеріңіздің күндеріңізді, өздеріңіздің карьераларыңызды ойлауларыңыз керек. Яғни болашаққа деген көзқарасыңыз жақсы болу керек деген ойдамын. Себебі көп адамдар қазірден бастап оқымай, өткен кезде әрине олар өте күшті болып кетуі мүмкін, бірақ оның тек қолынан келетіндер ғана солай болады. Егер сіздің қолыңыздан хоть бір нәрсе келмесін, онда сіз оқуыңыз керек. Себебі сізде ән айту келмесе, нан илеу келмесе, дым, қолөнер жасау келмейтін болса, еш нәрсе келмейтін болса, онда сіз ертең болашақта немен асырайсыз? Нақты табысыңыз болу керек. Өз-өзіңізді асырауға деген, және семьяны асырауға деген. Сол сияқты сіздер өздеріңіз болашақтарыңыз жарқын болу үшін өздеріңіз қарауларыңыз керек. Қазірден бастап мамандықтарыңызды таңдау керек. Яғни қазіргі кезде бізде көбінесе ауыл шаруашылығы, мен өзім енді қарадым, интернетте көп іздедім, қандай мамандықтар керек деген сияқты. Ауыл шаруашылығы және информатика салалары, сонда компьютерге байланысты, техникаға байланысты салалар өте қажет болып жатыр. Және мұғалімдер, докторлар, олар кейінірек қалып қойды, 4-ші, 3-ші орындарда тұрған шығар. Бухгалтерлер де қазір онша қажет емес, себебі білмеймін не үшін бәрі санап білетін сияқты. Бірақ бухгалтерлер де керек болуы мүмкін. Және сол сияқты. Және де бұл 3-ші, 4-ші. Біріншісі не? Біріншісі өзіңе сен, екіншісі достарыңа ерме, үшіншісі мамандығыңды таңда. Дәл осы қазіргі сәтте мен айтқан кезде мамандықтарыңызды таңдап алыңыздар. Және де келесісі, 4-шісі ол сіздерге айтатыным. Қандай сабақтан жақсысыз, соны таңдаңыздар. Егер шығармашылық болады, егер ешқандай сабақтан жақсы емес болатын болсаңыздар, шығармашылық танытып, дене пәні мұғалімі, ән айту, тамақ пісіру деген сияқты заттарды үйреніп алсаңыздар болады. Шығармашылықта тек 40 балл болады. 40 балл болады. Тарихпен оқу сауаттылығы. Және де және осы 4-шінің ішіне кіретін ол қандай сабақты жақсы білесіз. Мысалы мен физика, математиканы более-менее жақсы білемін. Мен география дұрыс білмеймін, мойындаймын, биология дұрыс білмеймін, мойындаймын, химия дұрыс білмеймін, мойындаймын. Себебі менде олардан фундамент бар болғанымен, мен оларды 2 жылда үйреніп бітіре алмаймын. Ал математика, физиканы менің бұрыннан бері білгеннен кейін осы екеуін таңдап отырмын. Және оларға сай мамандықтар, гранттар өте жоғары деңгейде, оқу саласы өте жоғары деңгейде дамығандықтан осы физика, математиканы таңдап отырмын. Сіздер география, ағылшын таңдауларыңыз мүмкін, биология, география таңдауларыңыз мүмкін. Қандай мамандықтан, қандай пәннен жақсы, соны таңдаңыздар. Және 5-шісі, осы 4-шінің негізі ішіне кіреді, бірақ 5-ші деп басқа пункт қылып ала берсеңіздер болады. 5-ші мен сіздерге кеңесім, ол мысалы сіздер интернетте кірген кезде, интернетке бостан-бос кірмей, инстаграмға кірмей, басқасына кірмей, пробный ент деп жазып көріңіз, немесе ент онлайн деп жазып көріңіз. Сол кезде любой бір сайтқа кірсеңіздер, Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы солай шығып тұрады. Және солардан тапсырып бір параққа бір аптада неше балл жинадыңыз, қай пәннен өте жамансыз, соны көтерулеріңіз керек. Мысалы мен қазіргі кезде мектепте пробный тапсырып жүргеннің өзінде физикадан өте төмен балл жинап жүрмін, 13-9 деген сияқты. Яғни 15-ке әлі жете алмай жүрмін, 30 балдың 13-і 9-ын жинап жүрмін. Сондықтан да мен физиканы көтеру керек болғаннан кейін мен күнде физика туралы онлайн сабақтар қараймын. Ол бір ол мен әртүрлі кітапшалар сатып алған емеспін, әрине әркімнен келді ол, апайым берді, туыстарым берді, анау солардың бәрін оқып жүрмін, бірақ одан пайда шықпайтын болса мұғаліммен дайындалуларыңызды кеңес беремін. Себебі мұғалім ол егер сізге айтқан зат, сіздерге айтылған зат, ол сіздің миыңызда қалып қойды. Сіз өзіңіз оқи беретін болсаңыз, ішіңізден сыртыңыздан қанша оқи беріңіз, біреуге айтып беріңіз, бірақ не айтып тұрғаныңызды, не оқып жатқаныңызды миыңызға вообще кіргізе алмайсыз. Білмеймін онда не екенін, әйтеуір бәрі көпшілікте сондай. Мысалы музыканы тыңдайсыз, музыка миларыңыз жатталып қалады. Сол сияқты құлақпен
тыңдап жастаған жақсы болады. Сондықтан да мұғаліммен көп дайындалыңыздар. Және де өздеріңіздің қандай сабақта осал екеніңізді қарап, сол сабақтан қазірден бастап дайындалуларыңыз керек. Ал одан кейінгісін сөйтіп сатымен қоюларыңыз керек. Бірақ физикаға көп дайындаламын деп, немесе географияға көп дайындаламын деп, қалған сабақтарда, тарихты, басқаларды ұмытып кетуге болмайды. Мат сауаттылығың бар, оқу сауаттылығың бар. Неге? Себебі оларда сіздерге балл беретін бірден бір күш болып табылады. Сондықтан да бәрін жан-жақты алып жүрулеріңіз керек, бірақ ең осалын сіздер қазірден бастап көтермесеңіздер, 11 класстарда мүлдем көтере алмайсыз деген 100% айта аламын. Себебі 11 класста уже январьскийде 2-3 ай қалады, сентябрьден басталады, 11 класс басталады. Солай сіздің уақытыңыз өтеді. Уақытыңызды қадірлеңіз. Неге? Себебі уақыт ол сіздің өзіңіздің еншіңізде. Қазір мен әңгіме айтып отырмын сіздерге дайындалудың орнына, бірақ бұның өзі көп адамға пайдасын тигізеді деген ойдамын. Себебі мен өзімнің уақытымды сіздермен сөйлесу арқылы құртып отырмын. Яғни сіздерге көп көңіл тиеді деген себеппен сіздерге осы видеоны жазып отырмын. Осы видеоны бағалайсыз деген үміттемін. Менің өзім уақытым құртылады, алтын уақытым сізге. Адамдар айтатын еді, мама да айтатын еді, бәрі айтатын, таңертең ерте тұрып уақытының қадірін біл. Уақыттың қадірін біліп, бәрін осы кезден бастап түсініп жатырмын. Себебі уақыт деген шынымен тез өтіп жатыр, зулап жатыр. Қазірдің өзінде қазір кеш болып қалғаны обед болып жатыр. Мен телефон ұстап отырдым. Естелемей айдарамен әркім видео звонок сөйлестім. Уже уақыт өтіп кетті, микро жууым керек. Уақыт уже өтіп кетті. Сондықтан да уақытыңызды қадірлеңіздер. Себебі енді деген ол сіздерге қазіргі кезде өте қатты керек нәрсе. Әрине ол сіздерге оншалық емес. Бұл сіздердің өмірлеріңіз. Егер сіздер 5 класс, 6 класс білмеймін, әйтеуір қай класста оқысаңыздар да сабақты оқыңыздар. Қай сабақтан жақсы сол жаққа қарай бағытталып, олимпиада, немесе тағы да басқа заттарды іздеп, материалдарды іздеп, әйтеуір дайындала беріңіздер. Қай класста оқысаңыз, бір оқисыздар ма, 2 оқисыздар ма, шаруам жоқ, әйтеуір дайындалыңыздар. Сол арқылы сіздер өзіңіздің болашақтарыңызды жарқын қылып ала аласыздар. Сонымен достар, менің видеом ұнады деген ойдамын. Себебі мен қатты осы кеңестердің бәрін миымда жинап әйтеуір сіздерге әкелдім. Себебі әртүрлі апайлар кездеседі, әртүрлі адам кездеседі. Бәріне жан-жақты сұрап сіздерге әкелдім. Және өзімді ойымды да қостым. Бұл видео өте ұзақ болды деп ойлаймын, себебі өзім басым уже ауырып кетті. Қазірден бастап дайындалыңыздар. Болды. Сол, өздеріңізге сеніңіздер. Бәріңіз жақсы енді тапсырып, ұбт тапсырып шығасыздар деген ойдамын. Всем пока, все, ура, нағын дайындаламыз.